Қайырлы күн оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2-ші сынып 87-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы зат есім. 10-шы жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Шағала көлін қорғайды, шопан төлін қорғайды, егінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды. Өтебай Тұрманжанов. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қой және жауап бер. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер шағала, шопан, егінші, батыр деген сөздер. Шағала сөзіне не деген сұрақ қойылады? Шопан, батыр, егінші деген сөздерге кім деген сұрақ қойылады? Енді өлең мазмұны бойынша сұрақ қоямыз. Шағала нені қорғайды? Көлін. Шопан нені қорғайды? Төлін. Кім жерін қорғайды? Егінші. Кім елін қорғайды? Батыр. Берілген ережеге назар аударып, жаттап аламыз. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер, заттар мен жануарларға не, нелер деген сұрақ қойылады. 11-ші жаттығу. Кестені толтыр. Кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтар берілген және мысалдар берілген. Кім дегенге бала, сәби деп жазамыз. Не деген сұраққа лақ, алма деп жазамыз. Кімдер, қариялар, мұғалімдер, нелер, қалалар, ойыншықтар деп кестені толтырамыз. 12-ші жаттығу. Өлеңді рөлге бөліп оқыңдар. Өмірде ата кім мықты? Айтқан адам шындықты. Қасиет неде адамдық? Ізет, мейірім, адалдық. Өмірде не ең жаман? Сақтай алмау елді аман. Өлеңнің авторы Серікбай Оспанұлы. Зат есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Өлеңдегі зат есімдер ата, адам, қасиет, ізет, мейірім, адалдық. Ата, адам деген сөзге кім деген сұрақ қойылады? Қасиет, ізет, мейірім, адалдық деген сөздерге не деген сұрақ қойылады? Шығармашылық үзіліс. 13-ші жаттығу. Ойлан тап, саған кім болады? Әкеңнің әкесі ата, әкеңнің анасы әже, анаңның әкесі нағашы ата, анаңның анасы нағашы әже. Өзіңнен кіші қыз болса, сіңілі, қарындас. Өзіңнен кіші ұл болса, іні. Тапқан сөздерінің зат есім екендігін дәлелде. Тапқан сөздерімізге кім деген сұрақ қойылады. Сол себепті зат есім болып табылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Аяғына дейін тыңдағандарың үшін рахмет. Сыныптас досыңмен бөлісуді ұмытпа. Сау болыңдар оқушылар.